Баршаңызға сәлем. Бүгін қытырлы қатпарлы самсаны қалай жасау керектігін видеода көрсетемін. Ол үшін ең алдымен тауық етін майдалап турап аламыз. Әрі қарай пиязды соломка қылып, одан әрі 4 бұрыш қылып майда етіп турап аламыз да тауық етінің қасына саламыз. Және приправа для гриля деген қосамын. Егер сізге приправаның дәмі ұнамаса, қоспасаңыз да болады. Ары қарай 1 чайный ложка тұз және қара бұрыш қосып, қолмен араластырамын. Видеода көрсетілгендей осылайша қолмен мыжып араластырып аламыз. Енді алдын ала жасап алған самса тестасын осылайша ашып, кесіп, дөңгелектеп аламыз. Бұл самсаның тестасын алдыңғы видеодан көре аласыздар. Барлығын осылайша кесіп дөңгелектеп аламыз. Әрі қарай самса тестасын дөңгелектеп аламыз. Барлығын біртіндеп осылай кішігірім жайып аламыз. Осылайша қамырымыздың барлығын жайып аламыз. Жайып алғандарыңыз өздеріңізге жақсы, себебі самсаның ішіндегі салмасын барлығына теңдей етіп бөліп ала аласыздар. Артылып қалмайды. Алдын ала ыдысын майлаймыз және қатпарлы самсамызды әдемі етіп 3 бұрышты қылып түйіп аламыз.
Алдын ала әсел пешімізді дайындаймыз. 180 градусқа 30 минутқа қойып қыздырамыз. Қатпарлы самсаларымызды түйіп болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Мінекей қатпарлы самсаларымыз 180 градуста 30 минутта пісті, қып-қызыл болып. Иісін-ай, ыстығын-ай. Қараңыздаршы, не деген дәмді. Прям күшті, сочный болып тұр. Қараңыздаршы, ыстық, қолым күйіп қалып жатыр. Менің қытырлақ қатпарлы самсамның тестасының жасалу жолы алдыңғы видеомда салынған. Сіздерге ас болсын. Менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және көптеген рецепттер менің каналымнан таба аласыздар. Сіздермен болған мен, Есеналы қызы Меруерт.